Бұл әдеттегідей сабақ күні болатын. Күн ашық және ыстық болды. Екі дос болса, коридорда әңгімелесіп тұрды. Макс, не көңілсіз отырсың? Қара, менде не бар? Жай отырым. Не ол? Бұл қорқынышты оқиға ғой. Сен жақсы көретін едің ғой. Ұстаз оған көк түсті кассетаны берді. Кеше базарда берген қорқынышты фильм. Сен бірінші көр. Қорқынышты болса айт, ертең келіп бер. Мен қарап көрейін. Кешке Максим диванға жайғасып, теледидарда кассетаны қойды. Басында теледидар шыбылдай берді. Сосын бір белгілер көрсетті. Одан кейін біртүрлі бір мақұлық пайда болды. Ол Максимға қарап тұрды. Оның шашы алба-жұлба, тілі екіге бөлінген. Тісі жоқ мақұлық болды. Ол Максимға жай ғана қарамады. Оның әрбір қозғалысын анықтап қарады. Бұл 5 минут бойы жалғасты. Анасы бөлмеге келмегенше. Макс, сен не қарап отырсың? Өшір мынаны. Кеттік, тамақ ішеміз. Ол бірден стоп кнопкасын баспады. Оны біреу ұстап тұрғандай болды. Сайтан алғыр, не мынау? Ол өшіріп кассетаны сөмкеге салды. Келесі күні доп ойнап, басқа да ойындар ойнап, екеуі орындыққа отырады. Ұстазға фильм қандай болғаны қызық болды. Қалай екен? Қарадың ба? Білмеймін. Өзің ала бер. Басында ескі әйелер саған қарап тұрады. Басында шошын қаласың, бірақ содан кейін әзілген сөйсің. Кешір, мен білмедім. Қайтадан сатушыға апарып берейін. О, сенің анаң қарап тұр. Және бәрібір үйге кіресің ғой. Сен тамақ ішуге шақырып жатқан шығар. Жарайды, сау бол. Екеуі үйлеріне қайтуға шешті. Және Макс та кетіп бара жатты. Бірақ тағы бір рет балконға қарап көргенде ол қорқыныштан таңғалып қалды.